Бүгін біз айналу денелері тақырыбын өтеміз. Сонымен, айналу денелері дегеніміз не? Өзінің аты айтып тұрғандай, белгілі бір фигураны кеңістікте айналдыратын болсақ, пайда болған денелерді айналу денелері деп атауға болады. Мысалы, бірінші суретте біз мына бір тік бұрышты, үш бұрышты қарастырайық. Егер осы тік бұрышты, үш бұрышты айналдыратын болсақ, бір катетінен бізде осындай фигура пайда болады. Бұл бізде конус деп аталады. Дәл сол сияқты. Егер төрт бұрышты өзінің бір қабырғасынан айналдыратын болсақ, бізде цилиндр пайда болады. Дәл сол сияқты. Егер дөңгелекті өз-өзінен айналдыратын болсақ, бізде шар пайда болады. Шар пайда болады. Ары кеттік. Ал егерде конусты қиюшымен қиятын болсақ, берілген конусты, мысалы, осы конусты қиюшымен қияйық. Сол кезде бізде не пайда болады? Егер осы конусты қиюшымен қиятын болсақ, бізде мынандай конус қалады. Бұл қиық конус деп аталады. Яғни астында тұрмайды. Ал егер қиық конусқа нақтылай қарайтын болсақ, бұл бізде бір бұрышы тік болатын трапецияны тік бүйірінен айналдырған денеге тең екен. Ол бізде қиық конус. Сол сияқты цилиндр, көлбеу цилиндрда болады. Көлбеуде болады. Егер биіктігін түсіретін болсақ, жер қабырғасы бізде көлбеу орналасқан. Енді айналу денелері түрлі айналу денелері болады. Сонымен қатар айналу денелерін белгілі бір функциялардың графиктерін айналдырып та айналу денелерін жасауға болады. Осы айналу денелерінің ішінде ең бірінші тоқталатынымыз бізде цилиндр. Цилиндрдің екі табанын көріп отырмыз. Мынау бізде O1, мынау бізде O нүктесі болсын. O1 кесіндісі бізде цилиндрдің биіктігі болып табылады. Яғни H бізде биіктік. Дәл сол сияқты табандарында бізде дөңгелек жатқандықтан, осы дөңгелектің радиусы цилиндрдің радиусы болып табылады. Цилиндрға қатысты негізінен осы. Ал егер осы цилиндрді жазып қарастыратын болсақ, толық бетінің ауданын тауып көрейік. S толық. Ол үшін жазбасының суретін қарастырайық. Мынау бізде S1 табаны. Мынау бізде S2. Мынау бізде S бүйір беті болсын. Біз шеңбердің ұзындығын нешеге тең екенін білеміз. Шеңбердің ұзындығын табу үшін 2πr-ге тең. Яғни берілген дөңгелектің ұзындығын табатын болсақ 2πr. Сәйкесінше бүйір бетінің ұзындығы да 2πr-ге тең. Ал ені бізде H. Сонда S бүйір бетін табатын болсақ, мұны төрт бұрыштан. Осы бір төрт бұрышты табатын болсақ, қарапайым төрт бұрыштың ауданын тапқанда енің ұзындығына көбейтеміз. Яғни 2πr H. Яғни бір формуланы шығардық. Бұл бізде бүйір бетінің ауданы. Келесі. Табанның аудандарын тауып көрейік. Табаны бізде
дөңгөлөк болгондуктан дөңгөлөктүн ауданы бизде пи r квадратка тең экенин өткөн сабактардан билемиз. Бизде эки табаны берилген, яғни осы табан мынау да бизде пи r квадратка тең. Сонымен s толукту жазайык. S толук дегенimiz 2s табан косулган s бүйүр бети. 2 s табаныбыз бизде пи r квадрат косулган s бүйүр бетimiz 2 пи r h. Сонымен эгер жыйнактайтын болсок 2 пи r'ды жакшыдан сыртына чыгартышык r косулган h. Бул бизде толук бетинин ауданы чыгады. Осы цилиндрдин. Келесі бізге осы цилиндрдың көлемін тауып көрейік. Тағы бір цилиндр салайық. Осындай бір цилиндр салайық. Бізде цилиндрдың биіктігі болсын, мынау бізде радиус. Цилиндрдың көлемін табу оңай. Табанның ауданын S табанды биіктігіне көбейтеміз. Ал табанның ауданы бізде дөңгөлөктің ауданы тең, яғни пи r квадрат. Сонда пи r квадрат h болады. Бұл бізде цилиндрдің көлемін табудың формуласы. Сонымен цилиндрға қатысты негізгі теориялық